Бәріне сәлем, сіздермен Раушан. Бүгін біз сіздерменен өте дәмді, әдемі болып шығатын синнабон бөлгелерін сіздерменен бірге дайындайтын боламыз. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап отырыңыздар. Бізге керекті ингредиенттер ұн, жылы сүт, қант, жұмыртқа, сары май және ашытқы керек болады. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құямыз, оның үстіне жұмыртқаны саламыз. Содан соң қантымызды салып, жақсылап тұрып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Осы массамыздың үстіне бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымыздың жартысын салып аламыз да, жақсылап тұрып тағы венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Оның үстіне құрғақ ашытқымызды салып, тағы да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сұйық массамызда енді осының үстіне електен өткізілген ұнды саламыз да, енді қамыр илеуге кірісеміз. Жаймен осылай бірінші венчиктің көмегімен, содан соң қолымызбен илеп бастаймыз. Құрметті көрермендер, менің каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыздар. Өйткені менің каналымда бір жасағаннан ақ шығатын өте дәмді, өте оңай рецепттер өте көп. Шамамен осындай ғана ұн артылып қалды. Бізде өте жұмсақ, қолымызға кішкене жабысып тұратын қамыр пайда болады. Жаңағы алып қойған жарты сары майымызды саламыз да, енді осымен де жақсылап тұрып қамыр илеп аламыз. Өте жұмсақ қамыр пайда болды. Енді қамырымызды ыдысқа салып, бетін пленкамен ауа кірмейтіндей етіп жауып, жылы жерге 1 сағат немесе 45 минутқа қойып қоямыз. Енді бөлкеміздің ішіне қосатын заттарды атап өтсек, бізге жұмсақ сары май, какао немесе корица керек, және де қант керек болады. Қант пен какаоны жақсылап тұрып араластырып аламыз, ал сары май бөлме температурасына болуы керек. Біздің қамырымыз жылы жерде өте әдемі болып көтеріліп шықты. Енді қамырымызды аламыз да, қолымызбен немесе оқтаудың көмегімен жасаңыздар да болады. Ең бастысы осылай сары маймен өте әдемі етіп жайыңыздар. Ұнды қолданбаған дұрыс болады. Міне қамырымызды осылай төрт бұрышты етіп, қалыңдығы шамамен 1 см болатындай етіп жайып алдық. Енді осы қамырдың бетіне жұмсақ сары майымызды барлық жеріне жететіндей етіп әдемілеп жағып шығамыз. Енді осының үстіне жаңа дайындап алған қант пен какаоны әдемілеп барлық жеріне жететіндей етіп жағып шығамыз. Мен бүгін көріп отырғандарыңыздай синнабонға какао ұнтағын қолдандым. Какао ұнатпасаңыздар, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша корицаны қолдансаңыздар болады. Салмасын барлығын әдемілеп жағып алғаннан соң, осылай шетінен бастап рулетке ұқсатып, тығыз қылып дөңгелек етіп орап шығамыз. Міне осылай әдемілеп орап алдық. Орап алғаннан соң шетін осылай жақсылап ашылып кетпейтіндей етіп бекітіп шығамыз. Бекітіп алғаннан соң енді қамырымызды бөліктерге бөлетін боламыз. Осылай пышақпен із қалдырып алыңыздар, өйткені өзіңізге оңай болу үшін. Осылай мен теңдей 11 бөлікке бөлдім. Енді қазір пышақпен емес, осындай жіппен бөлетін боламын. Осылай жіппен өте ыңғайлы. Жіпті осылай астына кіргізіп аламыз да, сосын екеуін бір-біріне айқастырып, осылай оп-оңай етіп кесіп аламыз. Барлығын осылай бірдей етіп бөліктерге бөліп аламыз да, противеньге пергаменттің үстіне барлығын тізіп, бір-бірінен алшақ-алшақ қойып шығамыз. Кішкене ашылып кеткен жерлері болса, осылай бекітіп қоямыз да, енді осы бөлгелеріміздің бетін пленкамен жауып, жылы жерге көтерілуге жарты сағатқа қойып аламыз. Бөлгелеріміз көтерілгеннен соң, енді пешке пісіруге жібереміз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осымен біздің бөлгелеріміз пісіп шықты. Енді бөлгелерімізді толық суытпай, жылы кезінде бетіне помадкасын жағамыз. Менде бұл жерде қаймақ пен қант ұнтағы. Қалауларыңызға қарай сүзбелі ірімшікті де қолдансаңыздар болады. Осылай бөлгелеріміз жылы кезінде жағып, бетіне әдемілеп жағып шығамыз.
тура осылай жағып алғаннан соң енді бөлкелерімізді толықтай бөлме температурасына суытамыз. Сол кезде бетіне крем сіңіп, одан әрі жұмсақ, әдемі болып шығады. Ал сәндеу жағы әркімнің өзіне байланысты. Мен бүгін осылай бетіне әдемілеп шоколадты ертіп жақтым. Содан соң жер жаңғақты бетіне әдемілеп сеуіп шықтым. Міне осымен біздің синнабон бөлгелері дайын болды. Өте дәмді болып шығады енді. Міндетті түрде отбасыларыңызда қуантып дайындап көріңіздер. Және де менің каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.